Сәлем баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай гипстен жасалған подносты үйрететін боламын. Олай болса, керекті заттармен таныстыра кетейін сіздерді. Ең бірінші бізге бұл краска қажет болады. Ол сіздерде колер болуы мүмкін, немесе сухой краска болуы мүмкін. Осындай гипске арналған краска сатылады. Бір түсі 750 теңгеден тұрады. Колерлердің сұрағына қарайсыздар, қыздар. Бұл 3 жылға жарамды. Бүгін мен осы түстерді қолданатын боламын, құрғақ красканы қолданамын. Одан кейін бізде гипс. Гипс бізде Г16. Алдында сауалымда бір қыз жауап берген екен, дұрыс. Одан кейін таразы, стаканымыз, қасығымыз және су қажет болады. Міне қыздар, осындай форманы жасайтын боламыз. Оған осындай молд қажет болады. Біздер қыздар крошкамен поднос жасайтын боламыз. Ол үшін ең бірінші крошкамызды дайындап аламыз. Біз құрғақ краскамызды алып, құрғақ красканың салмағы болмайды екен, қыздар, осындай бір қасықпен салсаңыздар болады. Осында құрғақ краскамызды алып, оның үстіне 25-26 грамм суымызды алып аламыз. Оған гипсімізден 50-ді қоятын боламыз. Ол дегеніміз соның 2 есесі деген мағынаны білдіреді. Сіздер суды деген 20 алсаңыздар, гипстен 40 құясыздар. Сол секілді мен 26 алдым, да 50 құйдым. Қыздар, қорғанышты ұмытпаймыз, қолымызға перчатка, бетімізге маска тағамыз. Маска негізі керегі жоқ деп те ойлауларыңыз мүмкін, бірақ бұл топырақ секілді гипс, кішкене көзге көрінбейтін шаны болады. Сондықтан міндетті түрде маска тағып алыңыздар. Міне қыздар, мұқият араластырамыз. Мен бірінші 40 салып алдым, араластырып алып, сосын 50-ге жеткіздім. Одан кейін сары түсті мұқият араластырып аламыз. Араластырып болғасын, осындай одноразовый пакетті немесе пленканы да алсаңыздар болады, дастархан. Мен одноразовый пакет алған болатынмын. Оны осылай жайып алып, жаңа гипсімізді үстіне төгіп, жаятын боламыз. Бұл бізде крошка жасап жатыр, қыздар, әлі поднос емес. Бұл подностың ішінде болатын зат. Қазір соңында барлығын түсінетін боласыздар. Мұқият стаканнан осылай түсіріп жаятын боламыз. Стаканымызды қыздар жумаймыз, осылай қалдырып қоямыз. Қазір соңында қалай тазалайтынды сіздерге көрсететін боламын. Енді сіздерге колермен көрсеттім ғой деп, осындай құрғақ красканы қолданған болатынмын. Менде 4 түсі болған, сондықтан 4 түрлі түсті қолдандым. Қыздар, қалған түстерді де осылай қайталайтын боласыздар. 25-26 грамм су, 50 грамм гипсті қосатын боласыздар. Мұқият араластырып, жаңағыдай пакетімізге түсіріп аламыз. Оны тегіс жерге қойып кептіріп аламыз. Бізде бұл жұқа болғандықтан жылдамырақ кебеді. Бір 15-20 минутта кеп қалады. Міне менде көк, сары, жасыл және қызыл түстерден жасаған болатынмын. Төменде магазинін қалдырып кетемін. Сол жерден әртүрлі түстерді алсаңыздар болады. – 'Енді қазір ол магазинде бар ма, жоқ па білмеймін.
сіздер сол магазиннен жазып білсеңіздер болады. Қыздар, мен бұның барлығын ютубтан бірнеше видеолар қарап қана, әрбір адам барлық құпиясын аша бермейді. Бір видеодан қарап біреуін, екінші видеодан қарап екіншісін ұққан болатынмын. Сіздерге соның бәрін осы бір видеода көрсетіп жатырмын. Қандай заттар қолдандым, барын құпия қылмай ашық түрде көрсеткім келді. Мен сияқты сіздерде жасап үйреніңіздер, ерінбеңіздер. Бұл гипспен қазір хит болып жатыр біздің Қазақстанымызда. Сіздер бастап кетсеңіздер, осындай керемет бұйымдар шығатын болады. Мен аудиоларымда қыздар дей беремін енді. Бірақ мен аудиториямда ер адамдар көп қарайды екен. Ер балдарға да бұл жұмыс болады. Егер сол жұмысты жақсы көріп тұрсаңыздар, міндетті түрде сіздердің де қолдарыңыздан келеді. Бұл ер адамға, әйел адамға деп бөлінбейді. Енді қасығымызды осылай суға салып қоятын боламыз. Жұмсартып, содан кейін салфеткамен сүртіп алатын боламыз, қыздар. Суын үйде төкпейміз. Алдыңғы видеоларымда ескертіп айтқан едім. Енді стаканымыздағы гипсімізді міне қатқаннан кейін осылай жан-жағынан түсіріп, барлығын бір ыдысқа құйып, сосын мусорға салып тастайсыздар. Ал стаканыңызды салфеткамен сүртіп аласыздар. Немесе жуып алсаңыздар болады. Ол суды да раковинаға төкпейміз, сыртқа төксеңіздер болады. Раковинаға төкпеу үшін осылай кептіріп аласыздар. Менде жасыл түс пен қызыл түс әлі кеппеген екен. Енді қасықты да солай кептіріп алуға болады. Бірақ мен бір қасықпен бірнеше түсті жасағандықтан осылай суға салып қойған болатынмын. Бұл резинартқа қарағанда шығыны аздау шығады. Гипспен жұмыс жасайтын болсаңыздар, ондай көп ақшаларыңызды құртпайсыздар. Бұнда бізде гипс, жаңа формамызды бір алып қойсаңыздар, бірнеше формаларды жасауға болады. Енді қыздар, кепкен түстерімізді осылай жан-жағынан сындыратын боламыз. Біздер кішкентай крошкалар жасайтын боламыз. Пакетімізді осылай жан-жағынан жинастырып, бірнеше рет отамыз. Бізге ондай үлкен қажеті жоқ. Бізде форма кішкентай болғандықтан кішкене крошкаларды жасайтын боламыз. Осындай пластмасс ыдысқа барлық крошкамызды салып араластыратын боламыз. Барлығын жаңағыдай сындыратын боламыз. Бәріңіз подносты қалай жасайды деп шыдамай күтіп отырған шығарсыздар. Бірақ қыздар, бұны бір жасап қойсаңыздар, бірнеше подносқа жарайды. Сондықтан бұны көрсетуді жөн көрдім. Негізі сіздерге тек қана подностан бастап кетуге болатын еді. Бірақ бұл нәрсені қалай жасайды деп сұрайтын боласыздар. Сондықтан барлығын бір видеоға салатын болдым, солай шешкен болатынмын.
міне осылай кружкаларымызды араластырып алатын боламыз. Бізде кружка дайын. Енді подносқа көшетін боламыз. Подносымызды осындай молдқа құятын боламыз. Менде дайын подностар бар, бірақ біздің подносымыз бұларға ұқсамайды. Өзгеше поднос болатын болады. Осы кружканы салатын боламыз. Оған әрине бірінші гипс қажет, таразы, су және одноразовый стаканымыз бен жаңа қасығымыз. Енді ең бірінші стаканымызды қойып, тароны басып, бірінші суымызды өлшеп алатын боламыз. Мен стаканға 82 грамм су алған болатынмын. Гипсті 161 грамм болды. Сіздерге айтқан болатынмын, соның 2 есесін аласыздар деп. Соны мұқият орындаймыз, қыздар. Менің гипспен алғашқы жұмысымда гипсті көп салып жіберген болатынмын. Содан гипсім формаға қимай тұрып қатып қалған болатын. Содан формам шықпай қалды. Осылай қолданып сіздердің де қолдарыңыз жаттап үйренетін болады. Енді мұқият араластырып алғаннан кейін біз кружкамызды осының ішіне салатын боламыз. Еш жерде комок қалмасын, қаймақ сияқты сұйық болады. Міне қыздар, мен 2 уыс кружка салған болатынмын. Кружкамыз гипске батқанша мұқият араластырамыз. Содан кейін жайлап құятын боламыз. Менде уже кружканы салғаннан бастап гипсім қата бастады. Сондықтан жылдам формаға құю керек, қыздар. Кішкене сіздер сұйық алсаңыздар да болады. Өйткені алғаш рет жұмыс жасап жатсаңыздар. Не қыздар, менде соңғы жағында кружкалар қатты жоғарғы жағынан көрініп тұрған болатын. Осылай жан жағын соғатын боламыз. Өйткені ішінде воздух қалып қойса, олар воздухтың орны солай қатып қалатын болады. Мен беткі жағына өстіп су шашқан болатынмын. Бірақ сонда да қата бастады. Сондықтан бетіне кішкене жаңа ыдысыма гипспен суды араластырып, сұйық күйде бетін тегістеп құйып жібердім. Сіздер құймасаңыздар да болады, өйткені наждакпен бәрібір астын наждактайтын боласыздар. Мен тегіс болғанын қалағандықтан бетіне кішкене құйып жіберген болатынмын. Жан жағына төгіліп кетсе де, қыздар, қорықпаңыздар. Қатып қалғаннан кейін алып тастай қоясыздар. Формаға тиген нәрсе бәрібір алынып қалады. Менде кішкене сұйық бөлігі төгіліп кетті. Жан жағын салфеткамен сүртіп алып отырсаңыздар, таза болады жұмыс орныңыз. Қыздар, осыдан кейін формамызды қозғамаймыз. Менде 20 минут қатқан болатын формам. Содан кейін жайлап жан жағын босатып, формадан гипсімізді шығарып алған болатынбыз. Міне қыздар, осылай шықты. Енді жан жақтарын тазалап, одан кейін біз мана кружкаларымызды шығу үшін суға салып, наждакпен наждактайтын боламыз. Міне осылай жан жағын түсіріп алып,
жайлап гипсімізді реттеп қоямыз. Осындай кез келген ыдысқа таза суды аласыздар. Наждактың осындай бірнеше түрін алып қойсаңыздар болады. Мен барлығын 400 теңгеден алдым, бір штугын. Қалың түрі, қатты түрі, жұқа түрі бар. Ең бірінші осындай средний түрінен бастап қолданған болатынмын гипсіме. Гипсіңіздің бетін осылай наждакпен наждақтаған кезде жаңағы салған крошкаларымыз бетіне шығатын болады. Мұқият бір келкі барлық жерді наждақтайтын боламыз. Бұл наждақты қыздар строительный магазиндерден тапсаңыздар болады. Өте арзан тұрады, және бұл суға шыдамды, жақсы материал екен. Менде басқа түрі болған болатын. Алдыңғы видеода сіздерге көрсеткен едім. Осындай түрін тауып алған болатынмын. Бұл түрі өте жақсы, көпке шыдайды екен. Осындай наждақтар алып алсаңыздар болады. Міне артқы жағын өстіп түзеулейтін боламыз. Ол жағынан да кішкене кружкаларды шығаратын боламыз. Енді қыздар, бұл гипсіміз суды жақсы сорады. Сондықтан қазір біз суға салып жатқандықтан бізде ішіне су толып, ол ауырлап жатыр. Біз оны кептіріп қоямыз. Осыдан кейін бір күннен кейін грунтқа салатын болдым. Сондықтан осылай кептіріп қоямыз таза жерге. Қозғамай, үстіне ешқандай шаң түсірмей кептіріп қоясыздар. Қыздар, енді форма 2 күн кебеді, 2 немесе 3 күн. Бізде мына бір күннен кейінгі гипсіміз, мынау жанындағы кепкен гипс осындай аппақ болады. Ал одан кейінгі гипс бұл грунтқа салынып, сырты лактелген гипс. Сіздерге осылай анық қандай болып шығатынын көрсеткім келді. Енді біз бұл формамызды грунтқа салатын боламыз. Енді сіздерден сұрақ болуы мүмкін, грунтқа не үшін салады деп. Гипсті бұл шаңнан қорғау үшін және келесі лакке дайындау үшін, судан қорғайды бір жағынан. Сондықтан өстіп грунтқа салатын боламыз. Барлық үйде жарларды істеген кезде бірінші грунт жағады, сол секілді гипсте де бірінші грунтовка саламыз. Көп жандар бұны қолданбайды. Көбі айтпайды бұны ашық. Мен сіздерге анық суретімен қойып кеттім. Осы Қазақстаннан осы грунтты алсаңыздар болады, канистрда болады. Грунт для гипсі деп іздесеңіздер болады. Одан кейінгі күні менің формам осылай дайын болған болатын. Бұл бізде жасаған күннен кейінгі 3-ші күн. Ең бірінші мен түнде жасаған болатынмын. 2-ші күні грунтқа салдым, міне 3-ші күні кеште лак жағайын деп тұрмын. Осындай кистаны алып алсаңыздар болады. Алдында сіздерге кистаны айтқан болатынмын. Олар кішкене шамалы болды. Мен осындай кисті тауып алдым. 400 теңгенің шамасында тұрады. Строительный магазиннен тапқан болатынмын. Лакты де қыздар Қазақстаннан таба аласыздар. Енді бұндай формаға матовый лакты қолданғандарыңыз жақсы. Лак для камней немесе универсальный лактарды қолдансаңыздар болады. Біздер өстіп бір слой жағып қойды.
Содан кейін кішкене гипсімізді кептіріп аламыз. Ондай көп күтпейсіздер, бір 2-3 минут күтетін боласыздар. Бұл лак жылдам кеуіп қалады. Одан кейін барып екінші слойды жағасыздар. Сіздерге бұның барлық жерде, қай жерде қайсын жағып жатқанымды жазып кеттім. Біз лакты гипсімізді судан қорғау үшін жағатын боламыз. Бұны су тисе де гипсіміз білінбейтін болады. Бірақ лак жағылды деп қыздар форманы суға сала беруге болмайды. Форманың күтімі басқа. Сіздер деген сулы тряпкамен салқын суға салып, сулы тряпкамен тек шаңын сүртіп алсаңыздар болады. Бұған украшение қоюға, үстіне майшамдар қоюға болады. Енді әр адам қалай қолдануын өзі шешеді. Кез келген нәрсеге бұл әдемі кетеді. Слишком көп алып қоймаймыз. Кистіміздің ұшымен мұқият барлық жеріне жағып шығатын боламыз. Бір бағытта, өйткені кепкен кезде сіздің лағыңыз көрініп тұрса да, әдемі бір бағытта жағылғаны жақсы. Формамыздың алдыңғы жағына 3 слой, артыңғы жағына 3 слойдан жағатын боламыз. Кептіріп алып, содан кейін екінші слойды бастайтын боламыз. Қасымыздағы жасыл формалар, олар подсвечник, оларды да лак деген болатынмын. Босқа күтіп отырмайын деп, бұл кепкен кезде подсвечникті лак деген болатынмын. Оны жасалу жолын менің каналымда бар, содан көрсеңіздер болады. Міне қыздар, лакты қолданып болғаннан кейін кистімізді тастап қоймаймыз, өйткені лак қатып қалатын болады. Сондықтан кистімізді ыстық суға осылай жуып, салфеткамен сүртіп аламыз. Содан кейін кистіні келесіде қолдана аласыздар. Бұны неге айтып қойып жатыр десеңіздер, қыздар, менде бұрын кисті болған, оны мен вайспиртке салған болатынмын. Бірақ кистінің бәрібір жарамай қалды, қатып қалды. Сондықтан лақтырып тастаған болатынмын. Міне қыздар, формамыз осылай дайын болды. Каналыма жазылып, лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Жаңа видеомда кездескенше.